Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қарағанды кеншілер қаласы. Сабақтың мақсаты көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дерек көздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу. Есте сақта, Қарағанды үлкен өнеркәсіп орталығы. Қарағандыда театрлар, ескерткіштер бар. Қарағанды жерінен бірнеше атақты адам шыққан. 5-6 сабақтар. 3 тапсырма. Қарағанды республика бойынша жер көлемі жағынан ең үлкен қалалардың бірі. Қарағанды қаласының тарихы терең. Халық арасында Қарағанды кеншілер қаласы деп аталады. Бұл жерде алғашқы елді мекен 1,5 ғасыр бұрын көмір қазып алуға байланысты пайда болған. Қарағанды атауы қарағаны көп жер дегенді білдіреді. 1833 жылы Аппақ Байжанов осы өңірден жылтыр қара тас тауып алған. Оның тас көмір екені анықталып, кейін сол маңда қала пайда болды. Қарағанды 1936 жылдан бастап облыс орталығына айналды. Қарағанды ірі өнеркәсіп орталығы. Мұнда Қарағанды көмір, көмір инвест, Қарағанды маргарин зауыты, Қарағанды нан және тағы басқа көптеген кәсіпорындар бар. Қайнаған қалың байлық Қарағанды, маңына жайып отыр миллион жанды. Байқасаң, қара алтынды кенін көріп, маңызы табысының өте мәнді. Күн сайын 1000 сан тонна көмір беріп, үйілген маяланып кені өніп, асыл кен алтын күміс рудалар көмірдің қызуымен балқи деріп. Қорғасын мыс пенен жес асыл болат, көмірмен қайнағанда май болаған, машина паровоздың қазандары күшімен қара алтынның пайдаланады. 5-ші тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы. Мәтінге тақырып қой. Қарағанды қаласы 1934 жылдың ақпан айында құрылған. Қарағандыда Сәкен Сейфуллин атындағы және Константин Станиславский атындағы драма театрлары, балаларға арналған Буратино қуыршақ театры, Қарағанды мемлекеттік циркі бар. Олар орталық мәдени және демалу паркінде балаларға арналған теміржол жұмыс істейді. Шахтер даңқы монументі Қарағанды қаласының мақтанышы. Бұл ескерткіш 1974 жылы Қарағандының 2 миллион тонна көмірді өндіру құрметіне орнатылған. Шахтер даңқы монументінің салмағы 20 тоннаны құрайды. Оны дайындау үшін үлгілерді және құйма кезіндегі шығындарды есепке алғанда 30 тонна қола жұмсалған. Шахтерлардың мүсіндері қоладан жасалған, металл асыл ақ алтынмен қапталған. Қарағандыда Бұхар жырау мен Абай Құнанбайұлының да ескерткіштері бар. Қарағанды өзінің танымал жерлестерімен де мақтанады. Қамал Смайылов, Төрегелді Шорманов, Қайрат Байбосынов, Жүрсін Ерман, Ақселеу Сейдімбекұлы, Геннадий Головкин, Қадырәлі Болманов және тағы да басқа атақты адамдар осы жақтан шыққан. 7-ші тапсырма. Кестені толтырамыз. Бірінші мәтін және екінші мәтінді салыстыра отырып, стилін, жанрын, ұқсастығын және айырмашылығын жазамыз. Дескриптор кестесі мәтіндерді салыстырады 1 балл, стилін, жанрын анықтайды 1 балл, айырмашылығын анықтайды 1 балл, ұқсастығын анықтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы. Дербес пікір жазу тәсілін қолданып, мәтін мазмұны бойынша пікіріңді жаз. Бірінші, өздік пікір, 1 сөйлем, дәлел, 2 сөйлем, өз пікірін айғақтайтын мысал, 2 сөйлем, өз пікіріне қарсы пікір, 1 сөйлем, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал, 2 сөйлем, қорытынды, 2 сөйлем. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор кестесі. Өз пікірін жазады және дәлелдейді 2 балл.
өз пікірін айғақтайтын мысал келтіреді, 1 балл. Өз пікіріне қарсы пікір жазады, 1 балл. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал жазады, 1 балл. Қорытындылайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.